Еліміздегі ең әдемі ауылды іздеп Сыр өңіріне келдік. 90-шы жылдары бұл ауыл тоқырауды бастан өткерді, бірақ бір адамның табандылығының арқасында қайта жанданып гүлденді. Қазір мұнда жайлы өмір сүруге барлық жағдай жасалған. Түзу жол, газ, тұрақты табыс, заманға сай спорт кешені, мәдениет үйі, балаларға арналған ойын алаңдары мен саябақтар. Қазір 2 жыл болды. Барлық көше асфальтталып, барлық көше жарықталып, барлық көшеге су барып, осындай жағдайға келді. Бұл Нағи Ілиясов. Тауы жоқ болғанымен тау қопаратын ағалары бар ауыл. Қызылорда облысының Сырдария ауданында орналасқан. 2,5 мыңға жуық адам тұратын елді мекеннің өркендеу құпиясы неде? Соны білу үшін жолға шықтық. Сапарымыз облыс орталығынан басталды. Кейінгі жылдары Қызылорда едәуір өзгеріпті. Адам танымастай деуден аулақпыз, бірақ жаңа, әдемі және ең бастысы халыққа қажет нысандардың бой көтергенін көріп қуанып қалдық. Өмірімде бірінші рет футбол алаңына шығып тұрмын. Жап жаңа 11 мың адам сият. Керемет екен, күшті стадион. Бұл жақта тал жоқ деген пікірді де жиі естиміз. Соның орнын толтыру үшін қолға алынса керек, қалада ботаникалық бақ ашылыпты. Тропикалық ағаштардың сан алуан түрі өсетін бұл жерде бізге қатты ұнады. Қандай ғажап жер. Енді әр өсімдікке өзіне керек жағдай жасалған. Нағи Ілиясов қаладан жарты сағат жерде. Оған апарар жолда, кіре берісі де басқа ауылдардан ерекше емес. Егіс алқаптары жайылып жүрген 4 түлік. Ал енді ішке қарай жүрсеңіз, ойыңыз түбегейлі өзгереді. Тап тұйнақтай таза көшелер, біркелкі боялған шарбақтар, түрлі түсті гүлдер мен арықтан сылдырлап аққан су бұл жердің өзгешелігін айқындай түседі. Орталықтағы ғимараттарға қарап, тіпті бір сәт өзіңнің ауылда жүргеніңді ұмытып кетесің. Кәдімгі шағын қала сияқты. Сол жаққа қарасаң, Ернар, ана жерде әдемі гүлдер, неше түрлі түсті, жүйелі түрде отырғызылған. Енді Қазақстандағы ауылдардың ең үлкен мәселесі біркелкіліктің болмауы. Яғни қай ауылға кірсеңіз де әртүрлі шарбақ. Біреуінікі қызыл, біреуінікі биік, біреуінікі кірпіштен, біреуінікі ағаштан деген сияқты. Ал мына ауылға кірген кезде бірден көзге түсетіні ол шарбақтарының біркелкі болғаны. Мынау еңбек аллеясы 2 жыл болды. Биыл 3 жылға кетіп баратыр. Осы жерге сол 2 жылда президент Қасым-Жомарт Тоқаев 2 рет келді. Мынау мәдениет үйіміз орталықта. Баяғы кеңес үкіметінің кезінде салынған 2009 жылы осыны қаптатты. Анау мектебіміз 640 орындық. Өткен жылы күрделі жөндеуден өткізді. Қайтадан жаңа салғандай, сондай қалыпқа, сондай неге келтірді. Анау мейрамхана осындағы халық тойларын, астарын, құдайларын өткізеді. Мынау супермаркет жұмыс істеп тұр. Мұн жақта 3 жерде магазин бар. Тағы бір 2 жерде үйінен ашпаған, осы халыққа қызмет жасайды. Мына жақта құрылыс материалдарын сататын бір кәсіпкер бар. Осында енді елдің ішінде барлық жағдай жасалып келеді. Қазір спортпен айналысатын балаларға спорт кешені тұр. Күнделікті кішкене балаларға ойнайтын ойын алаңдары, демалатын орындар. Ал жалпы халыққа өте жақсы жағдай жасалынып тұр. Қазір бұрынғыдай емес, суымыз, көгілдір отынымыз, барлық нәрсеміз қолжетімді. Ауылда бірнеше дүкен бар екен, солардың біріне кіріп өзімізге сусын сатып алдық. Жалпы саяхатта қосымша шығын көп болады. Жол ақысы, тамақ, неше түрлі ұсақ түйек сатып аламыз. Жаңа ғана төлемді Freedom Bank арқылы жасадық, себебі ол бізге кешбек береді. Басында кешбек аз көріну мүмкін, бірақ күнделікті төлемдерден жиналған кешбек уақыт өте келе қомақты сомаға айналады. Мысалы, Алматы Қызылорда рейсіне алған билетімізден 6000 теңге кешбек түрінде қайтты. Жалпы жарты жылда осылайша 300 000 теңге жинадық. Қаржылай сауат осындай әдеттерден басталады. Сіз де кеңесімізге құлақ асып көріңіз. Өркендеу міне 2003-те келді. Осы жылдардың ішінде міне осы ауылды осындай адам айтсан қалыпқа келтірді. 2009 жылдан бастап осы гүлдендіру жұмысын бастады. Сонда жұрттың бәрі таңғалды. Гүлдесең бұл жерге. Айналдыра сор, шаңлақ, халықтың жағдайы жағы,
сол 2009-дан бері гүлдің ортасында отырмыз. Тротуар мынау аяғыңа жуымайды. Бір адам ғой, бір адам. Сол бір адамның ойы, өрісінің кеңдігі, қасиетінің барлығы, елін сүйетіндігі, мұның еңбеккештігі. Сосын өзінің білімділігі, ізденімпаздығы, шаршамайтындығы. Сосын кісімен тіл табыса білетіндігі. Ауырды да көтереді, жеңілді де көтереді. Соның арқасында мен осындай жағдайға келтірді. Қазір ел Әбекең сыйлайды, Әбекең елді сыйлайды. Атамыз Әбеке деп тұрған адам Абзал Ералиев есімді азамат. Құрылыс саласында жұмыс істеп, кейін күріш өндірісін қолға алған кәсіпкер. Бүгінде туған жерінің көркеюіне үлес қосып жүрген ел ағасы. Халықтың сөзіне сенсек, ол кісі Нағи Ілиясовтың дамуына жылына 200 миллион теңге қаржы бөледі. Бірақ қолдау тек бұл соманың аясында шектелмейді. Абзал ағаның туған ауылына деген жанашырлығы жалпы ақшамен өлшенбейтінін түсіндік. Себебі ол кісі күнде кешкісін ауылға келіп, көшелерді бір аралап шығады екен. Жолымыз болып көрісіп қалдық. Осы ауылға келгелі Абзал мырзаның аты жөнін 1000 рет естіген шығармыз, бірақ бүгін кездестіреміз деп ойламадық. Кездесудің сәті бұйырды екен. Рахмет көп-көп. Сөйтсе бұл кісі күн сайын кешкі 6-да келіп, ауылды бір тексеріп шығады екен. Бұл рас па? Рас, әрине, енді менің түпкілікті туған жерім осы ауыл болғанымен, қазіргі күні мен қалада тұрып жатырмын. Бірақ таңертеңгі жұмыс бізде енді 8-де басталады. 8-де өзіміздің заводтарымызда болып, офисімізде болып, кешкі сағат 5-тен кейін осы ауылға қарай жол жүреміз. Ауылды қаржылық жағынан қолдап отырғаннан кейін енді бұл жерде жеке тұрғындардан да, сосын шаруашылық жағынан да күнделікті мәселелер болып жатады. Соны шешуге 2300-де халық тұрады. Соларды өздерінің жеке бастарында енді мәселелер болып жатады. Соларды қолдауға күнделікті хабар алып отырамыз. Күнделікті келіп тұрам. Енді кешке бір келіп кетпесек, кейде дұрыс ұйықтамай шығармыз деп ойлаймын. Әрине, ол енді жаңа айтып кеттім ғой, айналып келгенде ауылға деген өзіміздің махаббатымыз, сүйіспеншілігіміз, мына балдар өсіп келе жатыр. Жаңа кішкентай балдарды айтамын, өтіп жатыр ғой осы жерде. Көрдіңіздер, барлығы қазір қарап отырсаңыздар, бәрі ағалап, көкелеп, аталап жүгіреді. Соның өзі біз үшін үлкен бір бақыт. Ал енді бұның бәрін не үшін істеп жатырсыз деген сауалға Абзал аға былай жауап берді. Біздің қазақтың негізі, біздің менталитетіміз, біз қазақтың ауылдан басталады деп ойлаймын. Қазақшылығымыз ауылдан басталады деп ойлаймын. Қаншалықты бізде Алла тағала өмір береді, қаншалықты күш береді. Сол уақыттың ішінде біз осы ауылға барлық мүмкіндігімізді саламыз. Бізден кейін де біздің жастарымыз өсіп келе жатыр. Олардың бәрі қазір біздің осы жұмысымызды қолдап отыр. Негізінен елге де қию керек қой. Елге жұмсау керек. Ауылға жұмсау керек, ауылды дамыту керек, ауылды гүлдендіру керек. Сонда біздің қазақшылығымыз өзімізде қалады. Тіліміз қалады, қазақшылығымыз қалады, әдет, ғұрпымыз, дәстүріміз қалады. Айтпақшы, осы ауылға аты берілген Нағи Ілиясов кім деген сұраққа да жауап іздеп көрдік. Оны білу үшін мұражайға бардық. Шынын айтсақ, мұнда мұражай бар дегенді естігенде таңданысымызды жасыра алмадық. Ішіне кіргенде бұл таңданысымыз тіпті арта түсті. Сөрелерге өңірдің тарихына қатысты сан түрлі жәдігер жиналған. Ауылдың іргесі қаланған күннен бастап бүгінге дейінгі маңызды оқиғалар, ескі фотосуреттер, құжаттар, еңбек адамдарының жеке заттары бәрі бір жерге топтастырылған. Нағи Ілиясов жайлы да ақпарат табылды. Осы өңірдің тумасы, Кеңес одағының батыры, соғыстан кейін елге оралып, біраз жыл қызмет еткен тұлға. Оның есімі ауылға 1992 жылы беріліпті. Нағи Ілиясов 1966 жылдан 72 жылға дейін совхоздың директоры болған. Осы ауылдың негізін қалаған, осы ауылдың алғашқы салынған кездегі барлық құрылыстардың қазығын қаққан Нағи Ілиясов болған. Мұражай бізді өткенмен қауыштырды. Біраз мәлімет алдық. Алайда Нағи Ілиясовтың есімін елге танытқан осы өңірдің күріші екенін де естен шығармауымыз керек. Сондықтан бағытымызды егістікке бұрайық. Күріштің өсуіне біздің облыстың климаты келеді. Екіншіден, Сырдария өзенінің бойында орналасқан бұл облыс негізгі суды сол Сырдария өзенінен алады. Мекемемізде шығатын күріштің 50%-ні
Қазақстан нарығына шығарылады, 50%-ін шетелге шығарамыз. Оның ішінде ТМД мемлекеттері бар жақын. Ең қашық мемлекет бізде Америка құрама штаттарына біз экспорттап жасағанбыз. Күріш алқабын көру менің бала кезгі арманым. Енді Қызылордаға келіп, жолым болып, жақыннан өз көзіммен көріп тұрмын. Бұл мен үшін сондай бір тамаша сәт. Қазір бізде күрішті арамшөптеріне қарсы өңдеу жұмыстары жүріп жатыр. Бізде қазір түнде агрономдармен жұмыс жасап жатырмыз. Мына жерде сіз ойлайсыз, барлығы күріш деп тұрсыз ғой көріп. Бірақ қазақта андай сөз бар, күріш арқасында күрмек су ішеді деген. Сіздер айыра алмайсыздар, біздер айырамыз. Мына жерде мысал, мынаның бәрі күріш емес. Мынау мысалға күрмек деген арамшөп. Күрішке ұқсайды өте, жапырақтары, нелері. Бұл жақтың халық үшін күріш алқаптары ол қарапайым дүние болып көрінуі мүмкін. Ал біз сияқты басқа өңірден келген адамдарға бұл кәдімгідей туризмнің нысаны болып тұр. Бұл алқаптың ауқымы жерден байқалмайтынын біліп, дронымызды көкке көтердік. Биіктен қарағанда суретші салған картинаға ұқсайды. Көкжиекке дейін созылған мыңдаған атыз арасында үлкен көлігіміз ойыншыққа ұқсап қалды. Міне ғажап дегеннен басқа сөз табылмады. Бұл жақтан өсіп шыққан күріш еліміздің түкпір-түкпіріне жөнелтіледі. Алқаптың әр қатары диқандардың маңдай терінің жемісі. Сыр өңірін күріштің отаны атайтыны да бекер емес екенін дәл осы көрініске қарап-ақ ұғасың. Біздің қарамағымызға 400-ге жуық жұмысшылар жұмыс істейді. Оның ішінде күрішшілеріміз бар, механизаторларымыз бар, агрономдарымыз. Жұмыскерлер жалпы негізгі бөлігі 98% осы ауылдікі. Әдемі, бірақ күн өте ыстық. Сол себепті бұл жақта халық көшеге кешкі астан кейін шыққанды құп көреді. Нағи Ильясовтың кеші тіпті бөлек. Түрлі түсті шамдар жанып, орталыққа жан бітеді. Әсіресе балалар алаңы ұшу. Ауылдағы еңбектеген сәбиден мектеп бітіріп қалаға кететін уақытын күтіп жүрген түлекке дейін осында. Балалар ойнайды ма? Мына ойын алаңы ұнаймасын. Бұл көріністі тамашалау үшін көрші аудандардан да қонақ келеді. Расымен алыстан ат теретіп жетуге тұрарлық. Осымен біздің Нағи Ильясов ауылына арналған видеоблогымыз аяқталды. Бірақ сапарымыз әлі де жалғасады. Келесі видеода Байқоңыр қаласын аралап, одан кейін Арал теңізінің кепкен ұлтанымен жүріп, барса келмеске барып қайтпақпыз. Еліміздегі ең әдемі ауылды бүкіл қазақ көрсін. Осы видеоның астына пікір қалдырып, оның таралуына үлес қосыңыз.